Бәріңізге сәлем. Бүгін біз өте жұмсақ, тез дайындалатын бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін каналға осылай подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Бізге жылы сүт керек. Сосын ашытқы қосамыз, бір қасық үлкеніміз. Сосын қант қосамыз, тұз қосамыз. Бұлар дәміне қарай қосасыздар, өздеріңіз мөлшермен. Сосын ұн қосамыз. Осылайынан бәрін араластырып, дайындап қоямыз. Жақсылап ең қандырып илейміз. Достар, біздің видеоны көру үшін міндетті түрде подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Сонда барлық шыққан видеоны бірінші болып көріп отырасыздар. Міне әбден илеп болдым. Енді бетіне аздап сұйық майданы жағып қойдым. Сосын көтерілу үшін жылы жерге бетін жауып қойдым. Енді міне көргенде көтерілді. Көп ұстамадым мен. Сосын екіге бөліп осылайынан жаямыз. Өте қатты жай жүруге болмайды. Бауырсағымыз біраз көтеріліп, жұмсақ болу үшін. Осылай тез-тез дайындалу үшін осылай кесе-кесе саламыз. Әдемілеп, домалақтап кесіп отыруға болады. Шаймен ішкенге тез дайындалатын осындай бауырсақтың рецептін сіздерге көрсеткім келді. Осылай турап аламыз. Бұрыштап. Туралған бауырсағымызды қызып тұрған осындай майға турамыз. Бірінші астын майын қыздырып алуымыз керек. Сонда бауырсағымыз тезірек піседі. Міне біздің бауырсағымыз уже дайын. Өте жұмсақ және дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.